Қайырлы күн балалар, бүгін сендермен 3-ші сынып 31-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы 6 санына көбейту және бөлу кестесі. Жанама сұрақтармен берілген есептер. Яғни, бұл сабақта 6 санына көбейту және бөлу кестесін қолдануды және құрастыруды үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма. Жарыс өткізу үшін әр 6 метр сайын жалауша қойылды. 6-дан сана деп тұр. Яғни, бұл жерде 0, біріншісі 0 деп тұр. Екіншісі оған 6 қосылып тұр. Яғни 0-ге 6-ны қосатын болсақ, 6-ға тең. Мына жерде қосу 6 болып тұр. Одан кейін 6-ға тағы 6-ны қосатын болсақ 12, 12-ге тағы 6-ны қосатын болсақ 18, 18-ге 6-ны қосатын болсақ 24, 24-ге 6-ны қосатын болсақ 30, 30-ға 6-ны қосатын болсақ 36, 36-ға тағы 6-ны қосатын болсақ 42, 42-ге 6-ны қосатын болсақ 48, 48-ге 6-ны тағы қоссақ 54, 54-ге 6-ны қоссақ 60 болады. Сонда әрқайсының арасы 6 метрден болып тұр. Мына аралықтың барлығы 6 метр болып тұр. Келесі тапсырма 4 бағаннан тұратын 6-ға көбейту және бөлу кестесін құрастырып жаз. Бірінші бізде 6 көбейту 6 деп тұр. Ол дегеніміз 6 көбейту 6. 6-ны 6 рет қос дегенді білдіреді. Мысалы 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, яғни 6-ны 6 рет қостық, ол 36-ға тең болады. Келесі 6-ны 7-ге көбейт деп тұр. Яғни 6 көбейту 7. 6-ны 7 рет қосып шығамыз деген сөз. Ол 1, 2, 3, 4, 5, 6, қосу тағы 7 рет болды. Сонда ол 42-ге тең. Келесі 6-ны 8 рет көбейт. 8-ге көбейту керек, яғни ол 6-ны 8 рет қосып шығамыз. Ол мына жерге дейін, мына жерге дейін, мына 7-ші қосу 8. Так, 8 рет қосып шығамыз. 48-ге тең болады. Келесі 48. 6-ны тағы 9 рет қосып шығу керек. Ол 54-ге тең болады. Келесі кестеде бізге 7-ні 6-ға көбейт деп тұр. Бұл жерде бұл мына екеуі бір. Яғни бұл жерде 6-ны 7-ге көбейтеміз, ал мына жерде 7-ні 6-ға көбейтеміз. Екеуінің орны ауысып тұр. Ол дегеніміз 42-ге тең. Келесі 8-ді 6-ға көбейтеміз. Яғни 6-ны 8-ге көбейткен екеуі бір. 48-ге тең болады. Келесі 9-ды 6-ға көбейтсек, мына жерде екеуінің орны ауысып тұр. 54-ге тең болады. Ал келесінде 36-ны бөлеміз 6-ға деп тұр. Яғни біз мынаның жауабына тура келіп тұр. Сонда 36, 6, яғни ол 6-ға тең болып тұр. Ал келесі 42. 42 бөлеміз 6, ол 7-ге тең. Келесі 48 бөлеміз 6, яғни ол 6 көбейтіндісі 8 болып тұр. Жауабы 8 болады. Келесі 54-ті 6-ға бөлетін болса, ол 9-ға тең болады. Ал келесі кестеде қандай санды 7-ге бөлсек 6 шығады. Яғни барлығының жауабы 6, 6 болып тұр. Енді бірінші тұрған кестеге қараймыз. 6, 6, 6 болып тұр. 7, 8, 9 болып тұр. Жауаптары сонда біріншісі 42, екіншісі 48, үшіншісі 54 болады. Келесі тапсырма сыныпта Жазира, Шолпан кезекшілік атқарды. Олар сабаққа жазбалар дайындады. Оларды қарастыр деп тұр. Енді бізге бірінші берілген үшбұрыштарды санайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді төртбұрыштарды санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Төртбұрыштан 12, үшбұрыштан 11 штук бар екен. Айтылымдарды толтыр депті. Біріншісі 6 үшбұрыш берілген. Бұл шаршыға қарағанда неше есе деп тұр. Яғни бізге бірінші төртбұрыштар саны олар 12, ал үшбұрыштар саны олар 6. Сонда 2. Яғни
6 үшбұрыш берілген бұл шаршыға қарағанда 2 есе кем болып тұр. Екінші, 6 үшбұрыш берілген бұл шаршыға қарағанда деп тұр. Яғни екіншісі бізде шаршы деп отқанымыз 12, үшбұрыш олар 6. Азайтатын болсақ 6 болады. Яғни 6-ға кем болады. Бұл жерде азайту болғандықтан 6-ға кем болады. Егер бөлу болса 6 есе болады. Үшінші, шаршылар 12. Бұлар үшбұрыштарға қарағанда деп тұр. Яғни үшбұрыштарға қарағанда 2 есе артық. Яғни шаршы. Біріншісінде үшбұрыштар беріліп тұрды ғой. Ал бұл жерде шаршылар. Төртіншісі, бізге шаршылар 12. Бұл үшбұрышқа қарағанда деп тұр. Яғни шаршылар 12, ал үшбұрышқа қарағанда десе 12, 12, 6-ға 6-ны қосамыз. Яғни 6 есе 6-ға артық. Келесі тапсырма. Сенің сыныбыңда кезекші бар ма? Есепті оқы, шешуін қарастыр, қорытынды жаса. Назгүл сыныптағы 6 гүлге су құйды. Бұл мектептің кіреберісіндегі су құйған гүлдерге қарағанда 5 есе кем. Назгүл мектептегі кіреберісінде қанша гүлге су құйды деп тұр. Яғни сыныпта 6 гүл бар, бірақ ол кіреберістегі гүлге қарағанда 5 есе кем. Осылай талда. Егер сыныпта 5 есе кем болса, кіреберісте 5 есе артық. Яғни сыныпта ол 5 гүл бар болса, ал кіреберісте одан 5 есе көп болатын болса, 6-ны 5-ге көбейтеміз, 30-ға тең болады. Тексер, сыныпта 6 гүл, кіреберісте 30 гүл, яғни сыныпта 5 есе кем. Есепті дұрыс шығарылған. Жауабы кіреберісте 30 гүл бар, яғни дұрыс шығарылған. Енді А нұсқасында қысқаша жазылуы бойынша жанама сұрақтармен берілген есеп құрастыр. Яғни 4 көз дәптер 4 дана, бұл 2 есе артық, яғни жолды дәптерден 2 есе артық екен. Енді шешімі бізге табу керек неше жолды көз дәптер бар. Яғни 4 ол тор көз дәптер, ал тор көз дәптеріміз жолды дәптерден 2 есе артық деп тұр. Сондықтан да 4-ті 2-ге бөлеміз. Жауабы 2 болады. Жауап 2 дана жолды дәптер бар. Келесі тапсырма. Бүгін мектепте өзін-өзі басқару күні. Әлия мұғалім рөлінде болып, балаларға есеп ұсынды. Жанама сұрақтармен берілген есептерді тауып, оларды шығар. Яғни А нұсқасында болмада 8 парақ түрлі түсті қатырғы қағаз бар. Ал ақ түсті қатырғы қағаз 4 есе артық. Болмада ақ түсті неше қатырғы қағаз бар деп тұр. Енді бізге берілген түрлі түсті қатырғы қағаздардың саны 8 парақ. Ал ақ түсті қатырғы қағаз олардан 4 есе артық деп тұр. Енді есе артық болатын болса, 8-ді көбейтеміз 4-ге, 32 болады. Енді жауабы 32 ақ түсті қатырғы қағаз бар. Келесі А нұсқасында стақанда 3 шай қарындаш бар. Бұл түрлі түсті қарындашқа қарағанда 5 есе кем. Қорапта неше түрлі түсті қарындаш бар. Яғни бізде жай қарындаш 3 шай қарындаш бар, бірақ ол түрлі түсті қарындашқа қарағанда 5 есе кем деп тұр. Енді түрлі түсті қарындаштың санын табуымыз керек. Біз 3-ті көбейтеміз 5-ге. 3-ті 5-ге көбейтетін болсақ, 15-ге тең. Сонымен жауап 15 түрлі түсті қарындаш бар. Келесі есеп. Бөшкеде 45 литр су бар. Бұл цистернадағыдан
255 литрге кем. Цистернада неше литр су бар деп тұр. 255 литрге кем деп тұр. Есе деп тұрған жоқ бұл жерде. Яғни цистернадағы қарағанда 255 литрға кем екен. Енді цистернадағы литрдің көлемін табатын болсақ, ол 45 литрге қосамыз 255 литрді. 5-ке 255-ті қосатын болсақ, 300 литр. Жауабы цистернада 300 литр бар. Келесі В нұсқасында пошташы 25 жай хат, одан 12-ге артық жедел хат жеткізді. Пошташы барлығы неше хат жеткізді деп тұр. Енді бізге алдымен жедел хаттың санын тауып алуымыз керек. Жедел хаттың санын табу үшін жай хаттың санына қосамыз, 12-ге артық деп тұр. Екеуін қосатын болсақ 57. Яғни бұл жедел хаттың саны. Енді жалпы барлығын табатын болса, жедел хаттың саны 57, ал жай хаттың саны 45-ке тең. Екеуін қосатын болсақ, 102. Сонымен жауап барлығы 102 хат бар. Келесі тапсырма, бізге берген үшбұрыштың саны 15, ал шаршыға қарағанда 3 есе артық деп тұр. Осы есептің шарты бойынша сурет сал және шешуін жаз. Есеп құрастыр деп тұр. Енді бізге берілген үшбұрыштар саны 15, бірақ шаршыға қарағанда 15 есе артық деп тұр. Біз табуымыз керек неше шаршының санын табуымыз керек. Яғни бізде үшбұрыштар саны 15, ал шаршы оған қарағанда 3 есе кем болып тұр. Сонда 15-ті 3-ке бөлетін болса, 5-ке тең болады. Сурет сал деп тұр. Яғни сурет салатын болсақ, үшбұрыштар саны мына 15 үшбұрыш салып қойдым, ал шаршылар саны 1, 2, 3, 4, 5 шаршы салып қойдық. Сонымен жауап шаршының саны 15. Келесі тапсырма, есепте өрнек қор. А нұсқасында бір жолдың ұзындығы 36 метр, ал екінші жол одан 6 есе кем. Екі жолдың ұзындығы қанша? Жалпы енді екі жолдың ұзындығын табуымыз керек. Біз бірінші болып екінші жолдың ұзындығын тауып алуымыз керек. Яғни бірінші жолдың ұзындығы 36 метр, ал екінші жолдың ұзындығы одан 6 есе кем деп тұр. Яғни оны 6-ға бөлеміз. Ол тең болады 6-ға. Яғни бұл 6 метр, ол екінші жолдың ұзындығы. Ал енді жалпы ұзындықты, екі жолдың ұзындығын табатын болсақ, бірінші жолдың ұзындығы 36 метр, ал екінші жолдың ұзындығы 6 метр. Екеуін қосатын болсақ, 42 метр. Жауап барлығы 42 метр. Келесі, автобуста 8 бала келе жатыр. Бұл ересектерге қарағанда 5 есе кем. Автобуста барлығы қанша жолаушы бар? Яғни балалар саны 8, бірақ ол ересектерден 5 есе кем деп тұр. Енді біз бірінші болып ересектердің санын тауып алуымыз керек. Балалар саны 8, ал ересектерге қарағанда 5 есе кем болып тұр. Яғни 5-ті 8-ге көбейтетін болсақ, 40, ол ересектер саны. Ал енді жалпы санын табатын болсақ, бізде балалардың саны 8, ал ересектердің саны 40-қа тең болады. Екеуін қосатын болсақ, 48. Жауап барлығы 48 адам бар. Келесі тапсырма, салыстыр. А нұсқасында 6 көбейту 4, 4 көбейту 6. Бұл жерде
екеуінің де мәні 24-ке тең болады. 24-24-ке тең болады. Сондықтан да бұл жауап тең болады. Келесі 36-ны 6-ға бөлсек 6 болады. 2-ні 5-ке көбейтетін болсақ 10-ға болады. Сонда оң жағы үлкен болады. Келесі 24-ті 6-ға бөлетін болсақ 6, 12-ні 2-ке бөлетін болсақ 8, яғни оң жағы үлкен болады. Келесі А нұсқасы А бөлу Б, А көбейту Б деп тұр. Енді бұл жерде біз А тең 1, Б тең 2 деп алатын болсақ, мысал ретінде, А-мыз А1, 1-ді 2-ке бөлсек, ол жартыға тең, ал 1-ді 2-ке көбейтетін болсақ, 2-ке тең, яғни көбейту амалы үлкен болады. Келесінде А-ны Б-ға көбейтеміз, А бізде 1-ге тең, Б 2-ге тең. Екеуін көбейтетін болсақ 2, оған 5-ті қосатын болсақ 7-ге тең болып тұр. Ал мына жағында 2-ні көбейтеміз, 1-ді көбейтеміз 2, 2-ге тең, оған 50-ді қосатын болсақ 50 2-ге тең болып тұр. Сонда мына жақ үлкен болады. Келесінде 1 көбейту 2 қосу 15 деп тұр. Жалпы 17-ні береді. Ал мына жағында 1 бөлу 2 деп тұр. Сонда теңдіктің сол жағы үлкен болады. Келесі тапсырма сандар тізбегін жалғастыр. Әрбір келесі сан 5-ке 6-ға артық болатындай сандар тізбегін құр. Яғни бізге берілген біріншісінде 2, 4, 6, 8, 20-ға дейін, ал екіншісінде 3, 6, 9, 30-ға дейін. Яғни бұл жерде біріншісінде 2-ге мына жерде 2 қосылып тұр. Яғни 2-ге 2-ні қосатын болсақ 4, 4-ке тағы 2-ні қосатын болсақ 6, 6-ға тағы 2-ні қосатын болсақ 8. Сонымен барлығына 2-ден қосылып отыр. 10-ға 2-ні қоссақ 12, 12-ге 2-ні қоссақ 14, оған 2-ні қоссақ 16, оған 2-ні қоссақ 18, 18-ге 2-ні қосатын болсақ 20. Яғни бұл жерде плюс 2-ге артып отыр. Ал келесінде 3, 6, 9 болып кеткен, яғни 3-ке 3-ті қоссақ 6, 6-ға 3-ті қосатын болсақ 9, 9-ға 3-ті қосатын болсақ 12, 12-ке 3-ті қосатын болсақ 15, 15-ке 3-ті қоссақ 18, оған 3-ті қоссақ 21, оған тағы 3-ті қоссақ 27, оған тағы 3-ті қосатын болсақ 27, оған тағы 3-ті қосатын болсақ 30, яғни бұл жерде 3-тен қосылып тұр. Енді бізге табу керек. 5-ке артатындай болу керек. Бір санды аламыз, яғни ол 5-ке артатындай болу керек. Мысалы, мен 5 санын алсам, 5-ке 5-ті қоссақ 10, 10-ға 5-ті қоссақ 15, 15-ке 5-ті қоссақ 20, 20-ға 5-ті қоссақ 25, 25-ке 5-ті қоссақ 30, 30-ға 5-ті қоссақ 35, 35-ке 5-ті қоссақ 40, 40-қа 5-ті қосатын болсақ 45, 45-ке 5-ті қосатын болсақ 50 болады. Ал келесінде енді 6-ға артатындай болу керек. Ол мысалы 6, 6-ға 6-ны қосатын болсақ 12, 12-ке 6-ны қоссақ 18, 18-ге 6-ны қоссақ 24, 24-ке 6-ны қоссақ 30, 30-ға 6-ны қоссақ 36, оған 6-ны қоссақ 42, оған 6-ны қоссақ 48, 48-ге 6-ны қоссақ 54, 54-ке тағы 6-ны қосатын болсақ 60-қа тең болып тұр. Яғни бұл жерде 6-дан қосып отырдық, мына жерде 5-тен қосып отырдық. Сонымен бүгінгі 3-ші сынып 31-ші сабақ аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.